практикалық маңызы бар. Атлас карталармен және контурлық карталармен жұмыс балалардың географияға деген қызығушылығын қалыптастырады, оқушылар пәнді оқуға деген қызығушылығын арттырып, шығармашылық қиял мен ойлаудың дамуына көмектеседі. Олардың ауызша сөйлеуін байытады. Көрнекілік сабақтың танымдық құндылығын арттырады. Көзбен көріп, қолмен ұста деген сенімді қолға ала отырып, әр сабақта картамен жұмыс оқушының карта бетіндегі географиялық нысандарды есте сақтауына ықпал етеді. Атағанымды картадан көрсеткенімді ата деген географиялық ереже бар. Номенклатура жаттау үшін орынды тап, тізбекпен жүр, ендік бойлық деген танымдық ойындарды да ойнатуға болады. Әр мұғалім сабағының көшбасшысы. Көшті қалай бастап алып жүрем десе де өз еркі. Ал көшті дұрыс бағыттай білу ол өз шеберлігімізге байланысты. Оқушының қызығушылығын ояту жаңа сабақты қызықты етіп ашудан басталады. Бұл оқушының бұрынғы білетін білімі мен жаңа білімін ұштастырудан тұрады. Саламатсыздар ма? Мен Көленова Гүлмира Тұрсынбайқызы, география пәнінің мұғалімі. Ырықсыз зейін аудару үшін оқу материалының мазмұны белгілі бір мөлшерде жарқын эмоцияға толы, нақты фактілер мен мысалдарға құрылған қызықты әңгімелер болу пайдалану керек. Иллюстрацияларды көрсету, көрнекі құралдарды пайдалану оқушының сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Әріптестер, біз Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласының Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназиясының география пәні мұғалімдері Сүйгенбаева Гүлмариям Сағынтайқызы, Дәндібаева Бақыт Жаңабайқызы. Биылғы оқу жылындағы педагогикалық идеялар байқауына география пән мұғалімдері ретінде өзіңіздің сабақта қолданатын қызықты әдіс-тәсілдеріңізді сіздермен бөліспекпіз. Сіздерге көрсететін әдістердің бірі ол карта мен жұмыс жасау арқылы қолданатын әдістердің түрлерімен таныстырмақпын. Атағанымды картадан көрсеткенімді ата демекші, бізде карта арқылы балалардың есте сақтау қабілетін дамыту үшін планшет әдісін қолдануға болады. Бұл әдістің ерекшелігі берілген сөздер бойынша сипаттамаларды жинақтайды. Яғни Амазонка сөзіне балалар жұмыс жасай отырып, Амазонка өзені, ойпат екенін, ол жерде қандай мемлекет орналасқанын балалар анықтап осы планшетке бейнелейді. Екінші әдісі ең жылдам оқушы тапсырмасы. Сабақ барысында берілген тапсырманы тез орындап, жылдам жұмыс жасайтын оқушылар өте көп кездеседі. Сондай оқушыларға балаларға қызықты тапсырма ретінде берілген дүниежүзілік мемлекеттердің атаулары мен астаналарының қима қағаздарын бере отырып, бала сол арқылы өзінің есте сақтаған мемлекеттерін анықтап, осы қима қағаз арқылы бейнелеп тапсырманы орындауға талпынады. Келесі географиялық калейдоскоп әдісі. Бұл әдістің ерекшелігі, бұл жерде біз географиялық жұмбақтар жасыра отырып, сол жұмбақта белгілі бір мемлекеттің географиялық нысанның атаулары беріледі. Сол жұмбақты шеше отырып, сол нысанның белгісін картаға белгілеп қояды. Міне осы арқылы балалардың кез келген карта арқылы жұмыстарын қызықтырып, сабақта қызықты өтуге тапсырмас әдістердің бірі ретінде қолдануға болады. Болса, өзімнің күнделікті сабағымда пайдаланатын қызықты әдіс-тәсілдермен бөлісейін. Біздер 7-8-9 сыныптарда географиялық табықтар бөлімімен танысамыз. Сол кезде осы әдістерді қолдансаңыздар болады, яғни мультимедиялық әдістерді. Бұл жерде, мысалға, гидросфера бөлімінде жаңа сабаққа ену сәтінде біз мынандай түрлі мультфильмдер және де бейнефильмдерді көру арқылы балалардың қызығушылығын оятуға болады. Мәселен, атап айтатын болсақ, гидросфера бөлімінде Атлантида, яғни жоғалған әлем атты мультиктерді және де мұхиттар атты мультфильмдерді тамашалап, оқушылардың барлық ойын жинақтауға өте көмектесетін әдістер деп есептейміз. Ал, мысалға, атмосфера бөлімінде Смешарики мультфильмнің бізде метеорология сериясы бар. Сол серия арқылы балалардың атмосфераға байланысты ойларын жинақтауға болады. Одан кейін биосфера бөлімінде саяхат тарихы және де жер планеталар атты мультфильмдер мен бейнефильмдерді көрсетіп, оқушылардың назарын аударуға. Ал енді келесі әдістермен таныстыратын болсам,
Бұл жерде оқушылардың зейінін тақырыптан тыс басқа да суреттер арқылы аударуға болады. Мысалға, мына жерде 4 түрлі стақан берілген. Әр стақанда әр түрлі заттар бар ішінде. Яғни, бірінші стақанда металл қол сағаты бар, екінші стақанда бізде қағаз қыстырғышы, үшінші стақанда металл қайшы, төртінші стақанда өшіргіш салынған. Енді бұл жерде оқушыларға сұрақ: қай стақанның суы көп деп беріліп тұр? Бұл жерде әрине жауап екінші стақанда. Себебі қағаз қыстырғышына көлемнің аздығына байланысты. Енді бұл жерде оқушылар жаңағы алғашқы кезде ойын жинақтау үшін балалардың сабаққа зейінін аудару үшін бұл да бір таптырмас әдістің бірі. Әдістің бір түрі бұл жерде сыныпта көбірек сағаттар ілініп тұру қажет. Бұл сағаттар оқушыларға уақыт белгілерін түсінуге, анықтауға, сонымен қатар оқушының ойын жинақтауға көмектесетін қызықты әдістердің бірі. Мысалға, таңертең олар мектепке алғаш келгенде, сол сәтте басқа елдегі уақыттың қанша болып жатқанын сұрақ қою арқылы балалардың қызығушылығын оятуға болады. Сонымен қатар, сағаттық белгілеулер тақырыбында да бұл әдіс арқылы түрлі елдегі уақыттық белгілеулерді ажыратып отыруға септігін тигізеді бұл әдіс. Оқушыларға сабақты түсіндіру барысында Google іш бағдарламасы немесе географиялық ақпараттық жүйе оқушылар осы бағдарламаның арқасында өздерінің ашық сезіне алады. Өйткені біз кез келген жерді біз қашықтықтан оқушыларға көрсете аламыз. Оқушыларға сондай мүмкіншілік береміз. Сонымен қатар мен 6-шы сыныпта жаратылыстану пәнінің жергілікті жерді планы тақырыбында оқушыларға өздерінің жергілікті жерін нақты планын көрсету, нақты жергілікті жердің географиясын көрсетуге осы Google Teach пайдаланамын.